Еркін түсу. Қандайды бір дене бастапқы жылдамсыз жерге құлайтын болса, бұл дене еркін түседі дейміз. Барлық денелер төмен қарай бірдей бір үдеумен қозғалады. Ол үдеуге біз еркін түсу үдеуі деймізде, ол тең болады 9,18 метр секунд квадрат. Енді көптеген есептерде оны 10-ға теңестіре салады. Енді бұл қозғалысты сипаттайтын теңдеулерге келетін болсақ, біз кинематика негізгі үш теңдеуін еске алайық. V тең V0 қосу AT, X тең V0 T қосу 1/2 AT квадрат, V соңғы квадрат, V бастапқы квадрат қосу 2AX. Енді осы теңдеулерді кейбір өзгертулер жасайық. Ең бірінші өзгертуіміз бастапқы жылдамдығымыз тең 0-ге дедік. Үдеуіміз тең еркін түсу үдеуіне A тең G-ға дейміз. Енді келесі алмастыруымыз X-ті біз H биіктікке алмастырамыз. Осыдан пайда болатын теңдеулерді енді жазайық. V қалады тең V0 0-ге тең, A-ны біз G-мен алмастырдық. G T. X-ті біз H-пен алмастырдық. H тең V0 0-ге тең болғандықтан бұл мүлдем 0-ге тең болып кетеді. Тең 1/2 G T квадрат дейміз. Үшінші теңдеуіміз соңғы жылдамдық квадрат тең бастапқы жылдамдық квадрат 0-ге тең. Ол болады 2 G H. Не байқаңыздай, еркін түсу қозғалысы үшін формуламызды өзіміз шығарып алдық.